Сондай-ақ қазақстандық режиссер Елзат Ескендірдің «Әбіл» фильмі Брюссельдегі Миллениум халықаралық кино фестивалінде көрсетілді. Туындыда кеңес одағы ыдыраған тұстағы жекешелендіру кезінде жемқорлық пен әділетсіздікке қарсы күрескен қарапайым шопанның өмірі суреттеледі. Бір адамның тағдыры арқылы тұтас буынның тарихы баяндалатын фильм осы уақытқа дейін Еуропа мен Азияның кино фестивальдерінде 10 шақты жүлдеге ие болған. Бельгия жұртшылығы да туындыны тапжылмай тамашалап жоғары бағасын берді. Фильмнің көрсетіліміне арнайы қатысқан режиссер Елзат Ескендір мен басты рөлді сомдаған актер Ерлан Төлеутайға көрермен қошеметімен сұрағын жаудырды. Қарапайым азамат пен билік, қарапайым азамат пен саясат, қоғамдағы өзгерістер, оларды қабылдауы, ол қашанда, қай қоғамда да өте маңызды. Сондықтан осы нәрселер мені қатты ойландырады, толғандырады. Осындай ойлар мені «Әбіл» фильмін түсіруге алып келді. Бұл фильм өзінің шынайылығымен ерекшеленеді. Тарихты бүкпесіз жеткізген. Көріп отырып оқиғаның дәл ортасында жүргендей сезінесің. Картинаның сапасы, басты рөлді сомдаған актердің шеберлігі керемет. Әділетсіздіктің кесірінен барынан айырылған шопанның ішкі толғанысын, қайғысын ғажап жеткізді. Осындай тың туынды үшін алғысым шексіз.